Баршаңызға сәлем, менің құрметті көрермендерім, менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Гүлбану бүгін чак-чактың ең керемет рецептормен бөліскім келеді. Бұл татарлардың классикалық рецептісі, қоспасында ғана кішкене өзгешелік бар. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Ендеше осы видеоны соңына дейін қарап, егерде менің арнама тіркелмеген жаңа көрермен болсаңыз, міндетті түрде арнаға тіркеліп, лайк басып, қолдау білдіріп, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Ал біз бисмиллах деп бастайтын боламыз. Ең алдымен чак-чактың қамырын дайындаймыз. Бізге керегі 3 жұмыртқа және осының үстіне шым-шым тұзымызды салып алатын боламыз. Және де осының үстіне 1 шай қасық ас содасын салып, енді жақсылап венчиктің көмегімен араластырып алатын боламын. Біркелкі массаға келгенге дейін осылай жақсылап араластырып аласыздар. Одан соң оның үстіне міндетті түрде ұнымызды електен өткізіп, қамырымызды илеп алатын боламыз. Алғашқыда осындай, яғни күрекшемен осылай қозғап дайындап аласыздар. Содан соң қолдың көмегімен қамырымызды илеп алсаңыздар болады. Осы видеоның астына описание бөліміне қанша мөлшерде граммдарын барлығын жазып қоятын боламын. Міндетті түрде сол жерден көріп, қарап жасап көрсеңіздер болады. Мінеки біздің қамырымыз осымен дайын болып қалды. Енді дайын болған қамырымыздың бетін жауып, 15 немесе 20 минутқа қалдыратын боламыз. Содан соң қамырымызды аламыз да теңде 2 бөлікке бөліп алатын боламыз. Және де бөлікке бөлінген қамырымызды дөңгелек етіп қоямыз. Қазір біз бұларды жұп-жұқа етіп жаятын боламыз. Әрқайсысын ұнымызды жақсылап сеуіп, жұп-жұқа етіп жайып алатын боламыз. Қамырымыз кішкене көтерілу керек, сол үшін 5 минутқа бетін жауып қалдырдым. Ұнымызды себе отыра қамырды жаюды бастаймыз. Қамырды жұп-жұқа етіп жаюға тырысыңыздар, өйткені ол қазір майға қуырған кезде бәрібірде көлемі ұлғайып, қалың болып кетеді. Қамырды неғұрлым жұқа етіп жайсаңыздар, соғұрлым чак-чактарыңызда сондай қытырлы, хрустящий, дәмді болып шығады. Ал егерде қалың болса, онда тіске де қалың болып, яғни желінбей қалады. Сол үшін міндетті түрде барынша жұқарақ етіп жайғандарыңыз дұрыс. Мінеки біздің қамырымыздың жұқалығы осындай көлемде болу керек, яғни дәл видеодағыдай жұқалықта жайып аласыздар. Енді дайын болған қамырымызды үстіне ұнымызды сеуіп, шамамен 5 минутқа кептіріп қоятын боламын. Қамырымызды кеспе сияқты кесетін болғандықтан, яғни сол кезде аралар жабысып қалмау үшін міндетті түрде осылай бетіне ұн сеуіп 5 минутқа қалдырдым. Ал енді қамырымызды 5 минут тұрғаннан кейін жолақтарға бөліп шығамыз. Дәл видеодағыдай шамамен арасы 5 сантиметрде болуы қажет. Енді қамырларымызды бірінің үстіне бірін қойып, кеспеге кескенде кесіп алатын боламыз. Қамырымызды жұп-жұқа етіп кесіп алуға тырысыңыздар. Қамырымыз неғұрлым жұқа болса, соғұрлым біздің чак-чактарымызда жұмсақ, өте керемет, әдемі болып шығатын болады. Құрметті көрермендер, менің дәл осы видеом сіздерге пайдалы болып ұнап жатса, міндетті түрде арнаға тіркеліп, өз ойларыңызды комментарий бөліміне қалдыруларыңызды сұраймын, және де лайк басып, дәл осы видеоны жақындарыңызбен, достарыңызбен бөлісіп қоюды да ұмытпаңыздар. Қазақ каналдарының дамуына өз үлестеріңізді қоссаңыздар, бұл мен үшін үлкен қуаныш. Көріп тұрғандарыңыздай қамырымызды дәл осылай кесіп алдық, ешқандай жабыспаған, әдемі кесілді. Енді осы қамырымызды қызып тұрған майда, яғни кішкене сарғайып, қызарғанға дейін қуырып алатын боламын. Қамырды бауырсақты пісіргенде пісіріп аласыздар, яғни көп мөлшерде май құясыздар. Біздің қамырымыз осы майға толықтай батып тұруы қажет, және де пісіру барысында араластырып тұруды да ұмытпаңыздар. Бұл міндетті түрде. Қамырымыз тез пісетін болғандықтан шамамен 40 секунд 1 минут аралығында пісіп шығады. Ал егерде қамырымызды араластырмай тастап кететін болсаңыздар, онда қамырымыздың бір шеті қызғылт, ал бір шеті сары болып, яғни әдемі піспей қалады. Сол үшін пісіру барысында, яғни міндетті түрде қарап, қадағалап отырыңыздар дегім келеді.
Барлық чак-чактарымызды кезегімен осылай пісіріп қуырып алатын боламын. Барлық қамырларымызды қуырып дайындап болғаннан кейін, яғни майын сырғытып, осындай бөлек ыдысымызға салып алатын боламыз. Осымен біздің қамырымыз пісіп дайын болып тұр. Ендігі кезекте, яғни қоспасына күнжітті қуырып салатын боламын. Бұл әрине міндетті емес, бірақ күнжітті қосып жасайтын болсаңыздар, дәмі ерекше дәмді болып шығады. Міндетті түрде осылай жасап көріңіздер дегім келеді. Ал егерде күнжітті ұнатпайтын адам болатын болса, яғни онда қосудың қажеті жоқ. Ал егерде қосып жасайтын болсаңыздар, онда ерекше дәмді болып шығатынына, яғни сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Мінекей күнжітімізді осылай қызартып қуырып алатын боламын. Және де енді астын баяулатып, жаңағы қамырдың үстіне осылай бірден ыстық күйінде сала саламыз. Кішкене осылай қасықтың көмегімен бір ғана, яғни бетін осылай араластырып қойсаңыздар болады. Енді балды сироп дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге, яғни табамызға қантымызды салып алатын боламыз. Оның үстіне суымызды құямыз. Яғни мөлшерін осы описание бөліміне қалдырдым. Содан соң балымызды салып алатын боламыз. Балдың сапасы жақсы болуы маңызды. Осыларды салып орташа отқа қоямыз және де қайнағанын күтетін боламыз. Міндетті түрде қасықтың көмегімен осылай араластырып тұруды ұмытпаңыздар. Мінекей біздің сиропымыз осылай қайнауы керек. Енді қайнағаннан кейін астын, яғни баяу отқа қойып қоятын боламыз. Және де бір қайнағаннан кейін тағы да баяу отқа қойып 5 минут қайнатып алатын боламыз. Осымен біздің сиропымыз дайын. Енді осы сиропты ыстық күйінде бірден жаңағы дайындап қойған чак-чагымызға осылай құйып жақсылап араластырып алатын боламыз. Қасықтың көмегімен немесе осындай силиконовый күрекшемен араластырғандарыңыз дұрыс. Себебі біздің сиропымыз ыстық болғандықтан қолдарыңыз күйіп қалуы мүмкін. Сол үшін міндетті түрде қасық немесе осындай күрекшемен араластырып алғандарыңыз дұрыс. Осымен біздің чак-чагымыз дайын, яғни араластырып дайындап қойдық. Енді осыны арнайы формаға салсаңыздар болады. Егерде форма жоқ болса, онда мен сияқты осындай пирог пісіретін ыдысты қолдандым мен, және де астын кәдімгі сары маймен майлап, жаңағы дайындап алған чак-чагымызды салып алдым. Қасықтың көмегімен барлық чак-чактарымызды теп-тегіс етіп, яғни формамызға әдемілеп орналастырып алатын боламын. Және де дайын болған, яғни чак-чактың бетін осылай пакетпен немесе пищевой пленкамен бассаңыздар да болады. Әрине қолыңыздың күшін салмайсыздар, кішкене жай ғана басып, осылай, яғни теп-тегіс етіп алатын боласыздар. Енді осы дайын болған чак-чагымызды 2 сағатқа тоңазытқышқа қалдыратын боламыз. Себебі бізде, яғни жаңағы әсел болғандықтан кішкене еріп тұру мүмкін, сондықтан яғни қатуы қажет бізге. Сол үшін 2 сағатқа міндетті түрде холодильникке тоңазытқышқа салып қойыңыздар. Арада мінекей 2 сағат уақыт өтті. Біздің чак-чагымыз осымен қатты, яғни әдемі болып пісіп шықты. Көріп тұрғандарыңыздай кесілуі де өте сондай нәзік болып кесіліп жатыр. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге 100% ұнайды деген сенімдемін. Енді әдемі тарелкалерімізге салып, кесілген чак-чактарымызды ұсына берсек болады. Қонақтарымызға немесе балаларыңызға, яғни жасап берсеңіздер, өте сондай керемет және де дастарханның көркін ашатын сөзсіз. Назарларыңызға үлкен рахмет, құрметті көрермен. Сіздермен болған Гүлбану. Келесі видеоларда кездескенше.